Дүйсенбаева Арайлым Таңатқызы, номері 44 Шаттық бөбекжайының тәрбиешісімін. 2025-2026 оқу жылында баланың шығармашылығын театр әлемі арқылы дамыту атты жобасын жұмыс жасаймыз. Соған байланысты бүгінгі шебер сыныптың тақырыбы пружин театры. Пружин театрының мақсаты баланың тілін ертегі арқылы дамыту, бір-бірімен диалог арқылы сөйлей білуге үйрету, балалардың қиялын, шығармашылығын дамыту. Пружин театрына керекті құралдар: фетр мата, қайшы, шелек, қарандаш және пружин, ыстық желім. Алдымен шелекті алып, шелекке сыртынан жасыл фетрде өлшеп аламыз. Дайын болған жасыл фетрді шелекке ыстық желіммен желімдейміз. Шелегімізге фетрді жабыстырып алдық. Енді кейіпкеріміздің мүсінін саламыз. Сызып алдық, енді бұны қиямыз. Кейіпкеріміздің басы дайын, енді бұған көз жасаймыз. Кейіпкердің екі көзі дайын, енді мұрын саламыз. Мұрнымыз дайын болды. Келесі қызғылт сары фетрімізден кейіпкеріміздің тақиясын жасап аламыз. Кейіпкердің тақиясын осылай қиып аламыз. Енді кезекте кейіпкердің ернін жасап аламыз. Алдымен сызып аламыз ернін. Кейіпкеріміздің тақиясын ыстық желіммен желімдейміз. Пружинімізді шелектің ішіне ыстық желіммен желімдеп аламыз. Және екінші шетін қақпағына желімдеп аламыз. Енді мына кейіпкерімізді қақпағына қатайтамыз. Кейіпкеріміз дайын. Енді бұл ертегі бай мен кедейдің ертегісі. Ертегіні сахналап берейік. Бұл ауылда кімдер бар екен? Кімді іздеп едің? Мен бармын. Мен жолда келе жатқан жолаушымын. Сен кімсің? Мені танымадыңдар ма? Мені танымайтын адам жоқ шығар. Мен осы ауылдағы ең малы көп жанмын. Онда сіздің үйіңізден дәм татып кетейін. Жүріңіз, кемпір, бәйбішем қайдасың? Ау, байеке, бармын. Үйге құдай қонақ келді, кәне етіңді ас. Жарайды, байеке, жарайды. Менің қызым қайда екен? Қызым қайдасың? Мына әже. Кел қызым, төсек салып, қонақ күтейік, құдай қонақ келді деймізге. Жақсы әже. Рахмет, астарың дәмді болсын.